Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай әдемі, дәмді болып шығатын конфаның дайындалу жолымен бөлісемін. Керекті заттар: пекинский капуста, қызыл-жасыл бұрыш, жуа, ақ желкен, ет. Мен барлығын жұқалап турап, алдын ала дайындап қойдым. Енді қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз пісқан, қуырылып болғаннан кейін үстіне бір қасық соя соусын қосатын боламыз. Етті жұмсартып, дәмін келтіреді. Үстіне жуамызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Ақ желкенімізді саламыз, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Пекинский капустаны саламыз, барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Енді дәмдеуіштен мен зира менен қара бұрышты қостым. Сіздер өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Үстіне қызыл-жасыл бұрышымызды салып жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін бір кесе су құямыз. Бетін жауып 5 минутқа қайнатып пісіріп аласыздар. Міне осындай дәмді, әдемі конфанымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздерге көп рахмет. Бай қуатты болыңыздар.